Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің Турасын айт бағдарламамыздың қонағы Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгінің иегері, қаламыздың, облысымыздың Беткеұстар мектебі Ақниет 42-ші мектептің директоры Ғұбашева Азима Зинатқызы студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз енді өзіңізді ең алдымен білім саласында жүрген бірінші жыл емес, бірнеше жылдық тәжірибесі бар. Соның ішінде тек қана ұстаздық емес, басшылық қызметте тәжірибесі бар. Қазіргі таңда қоғамның көптеген мәселесіне араласып жүрген депутат ретінде танығасын. Осы білім саласындағы өзекті мәселелерді турасын айтуға, ішінде талқыға салуға шақырып отырмыз. Сондықтан да біздің шақыруымызды қабылдағаныңыз үшін мың алғыс сізге. Азима Зинатқызы, ендеше ең алғашқы сұрақ, және ол сұрақ қазіргі таңда өзекті сұрақтардың бірі. Біз оны көзге көріп, куәгері болып та жүрміз. Білім саласында соңғы 3 жылда жасалған жетістіктер, реформалардың нәтижелері туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы енді соңғы 3 жылға келетін болсам, сол білім саласындағы жаңашылдықпен өзгерістердің барлығы 2019 жылмен байланыстырғым келеді. Неліктен 2019 жыл деп? Себебі мемлекет басшысының қатысуымен еліміздің түкпір-түкпірінен 2000-нан астам делегат қатысқан дәстүрлі тамыз кеңесіне өзім делегат ретінде қатыстым. Жаңағы сіздің айтып отырған біздің оқу-ағарту министрлігіндегі үлкен марапаттың бірі болып саналатын Алтынсарин төсбелгісінің иегері сол кезде маған табысталған болатын. Енді бұл тек қана менің өзінің жеке жұмысым емес, сонымен бірге мына 2016 жылдан бері қарай жаңартылған білім беру мазмұнына көшудегі бұрынғы басшылық еткен номер 36-шы Мұстахым Біләл Ықсанов атындағы бүкіл мектептің оқушылар қауымының, ата-аналар қауымының, шығармашыл ұстаздар қауымының жұмысының нәтижесі ретінде болды. Сол жиында мемлекет басшысы Қазақстанның дамыған ел қатарына болудағы негізгі мақсат білім ол сапалы болу керек, білім ол қолжетімді болу керек, және мына өзгермелі заманда заманауи болу керек деп айтқан болатын. Және де барша педагог қауымын қуантқан қазіргі жағдайдағы біздің беделімізді, мәртебемізді көтерген педагог туралы заңның жарияланатындығы туралы осы жиында айтып кетті. Өздеріңіз білетіндей, осы заңның аясында соңғы жылдары мұғалімдердің жалақысы кезең-кезеңмен 25%-ға өсіп отыр. Сонымен бірге олардың әлеуметтік, құқықтық жағы қарастырылып отыр. Мұғалімнің мәртебесі беріліп отыр. Енді барлығы ол мұғалімнің мәртебесі, олардың жалақысын көтерумен бұл жерде шектелмейді. Сонымен бірге бір үлкен жаңалық ол әліпбидің, яғни біздің әліпбиіміздің қайта оралуы. Оған қуандық. Оған да қуандық. Бәріміз барша қуанды. Сосын тағы да бір айтатын нәрсе, білімге деген қолжетімділік, ол цифрлық, яғни электрондық үкімет арқылы енгізіліп жатыр. Жаңа білім ошақтары салынып жатыр. Қазіргі заманауи білім ошақтары, сонымен бірге ішкі мазмұнда да үлкен өзгерістер, сол өзгерістерге лайықты мұғалімдердің біліктілігін арттыру жұмыстары жүргізілді. Соның көрінісі ретінде үлкен жаңалықтар жүріп жатыр. Тағы да бір жаңалықтар деп айтатын, мұғалімдерді ынталандыру бағытында үздік педагог байқауы енгізілді. Биылғы жылдың өзінде 5,500 педагог осы наградаға лайықты болу үшін өз өтінімдерін берген. Және осы сәтті пайдалана кете, үздік педагог байқауының қалалық облыстық кезеңінің жүлдегері ретінде басшылық етіп отырған 42-ші Ақниет гимназиясының педагог зерттеушісі Қанатбаева Дамира Абзалқызы қазіргі Астана қаласында республикалық кезеңіне қатысып жатыр. Яғни мұның өзі де мұғалім үшін беріп жатқан мүмкіндік. Тағы да бір айтып кететін қолдау, тағы да бір айтып кететін жайт,
Орал қалалық әкімдіктің қолдауымен Орал қаласының құрметті педагогі деген байқау соңғы 3 жылдан бері қарай өткізіліп келе жатыр. Естімеппін ол туралы. Шығармашыл ұстаздардың өздерінің тәжірибесін озық жеткізген, дарынды оқушыларды даярлайтын, білімі сол сабақ беретін сыныптарда жоғары үздік ұстаздарды арнайы комиссия жаңағы сараптаудан өткізіп, оларға 300 айлық есептік көрсеткішінде сыйақы беріледі. 300 айлық көрсеткіш пен 100 айлық көрсеткіштің, яғни оған да біздің қала педагогтарының қатысуға деген ниеті күшті. Яғни соның барлығы да мына соңғы 3 жылдың ішінде жүргізіліп отырған өзгерістер мен жаңалықтар деп айтуға болады. Яғни мұғалімнің мәртебесін, мерейін көтеруге бағытталған кешенді шаралар. Мемлекет тарапынан нақты қолдаулар, жаңағыдай айтылған педагог мәртебесін көтеру бағытындағы айтылған нәрселер сол 2019 жылы өткен жиында айтылды, талқыланды. Әр өңірден өзіндік үнін қосты жаңағыдай мұғалімдер, және 3 жылдың ішінде біз соны нәтижесін көріп келе жатырмыз. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ең алдымен ол жалақы өсу мәселесі қазіргі таңда. Екіншіден, мәртебені көтеретін және ең бастысы жан-жақтан мұғалімді қорғайтын заңның күшіне енуі. Осы жерде сұрақ туындайды, қорғайтын. Енді оған да өзіміз жеткізген нәрсе. Біз шынымен де қазір ата-аналарымыздан дастархан үстінде естіп отырамыз, мұғалім келе жатса бас киімімізді шешіп 2-3 қадам кәдімгідей артта тұрып иіліп беретін едік сәлемімізді. Мұғалімнің деген мәртебесі, мұғалімнің деген кәдімгідей мұғалім келе жатса, ол бізге ата-анамен былай қарағанда тіпті кейде деген үлкендеріміз айтады, Құдаймен тең адам еді дейді. Қазіргі таңда мынау жаһандану процесі, біздер цифрлық қоғамның балаларын дамытып келе жатырмыз деп айтамыз. Осыған да бәлкім болар, мәртебе мерей түсіп кеткені ол шындық, ол ақиқат. Қазіргі таңда міне өзіңіз де айтып жатырсыз, заң қабылданып жатыр, қорғалып жатыр деп. Осы орайда әлі де жақсы жақтар, қолдаулар және іске асып жатқан жобалар барда, бірақ әттеген-ай тұстар да бар ғой. Мәселен, баламен жұмыс жасау оңай ма, әлде тіпті кейде ойлаймыз, ата-анамен жұмыс жасау оңай ма? Өзіміз де ата-анамыз, өзіміз де қазір WhatsApp топтарында отырамыз. Кейде шыны керек қынжылтады ата-аналардың айтқан нәрселері, мұғалімге қарсылықтары деген. Осы бағытта сәл мысалға мұғалім ретінде, директор ретінде өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз, қазір кіммен жұмыс жасау оңай, кіммен жұмыс жасау қиын? Заңның аясында мұғалімдерге барлық жағдайлар жасалып жатқан сөзсіз. Бірақ енді ол тек жағдай жасалғанмен сол жағынан мұғалімдерден менің ойымша қорғалу керек. Ол заңның ішінде де көрсетілген. Соны мен айтқым келеді, осы сәтті пайдаланып, ата-аналар да білу керек. Сіз, біздер енді қызмет беруші ретінде қызметті сапалы болу үшін ол бір жақты болмайды. Сондықтан да ата-аналар да бұған мүдделі болып, бірлескен жұмыс жүру керек қой, былайша айтқанда. Және ұлы ойшыл Әл-Фараби былай дейді: тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Бұрыннан біз балалық шағымыздан бері қарай осы сөзді айтып келе жатыр. Егер де сол сөзге үңіліп келетін болса, тәрбие бірінші кезекте қай жақтан беріледі? Отбасынан келеді. Егер де отбасынан дұрыс білім келетін болса, біз сол алған тәрбиені мектептің жағдайында оны ары қарай дамытамыз. Енді айтып жатсыз ғой, оқушымен жұмыс жасаған қиын ба, ата-анамен жұмыс жасаған қиын ба деп. Оқушы ол мектептің табалдырығын аттаған кезде 6 жастағы бала. Ол ер жетіп 16 жаста шығады. Баланың бойындағы қасиеттерді, құндылықтарды біздер соны сіңіруге ата-анамен бірге атсалысып жұмыс жасаймыз. Ол бала кейбір жақтың оң жағын, сол жағын шын мәнісінде әлі де ажырата білмейді ғой. Бұл оған өзіндік әлі көзқарасын қалыптастырған жоқ. Сондықтан екі жақтан бірге келіп қалыптастыру керек, бағыт бағдар беру керек. Баламен ешқандай жұмыста қиындық жоқ. Балаға сіз қалай бағыттайсыз, қандай тәлім тәрбие бересіз, бала соны жақсы нәрсе болатын болса жақсылығын сіңірет бойына.
Ал жаман нәрсе болатын болса, өкінішке ол нәрсені де Оны да сіңіреді. Бірақ мен мынаны айтқым келеді, мектепте біздер теріс қылық жасайтындай, теріс тәрбие оның барлығы берілмейді. Біздің де тәрбие жұмысымызда адамгершілік рухани тұрғыда қалыптасуында, толық тұлға болып қалыптасуына, жетілуіне бар күшімізді саламыз. Енді кейде ойлаймын, қазіргі соңғы кезде ата-анамен жұмыс жасау қиын сияқты. Мен түсінем, олар бізден сапалы қызметті алғысы келеді. Әрбір жұмыста да сіз айтқандай әттеген тұстар болады. Бірақ біздің міндетіміз, біздің мақсатымыз білім беру. Тәрбие ата-ана сіз беріңіз. Немесе біз бірлесіп берейік. Сондықтан да ондай жайттер болады. Сосын өзіңіз айтып жатсыз ғой, мына жаһандау заманында деп, балалардың уақыты ата-аналардың тарапынан немен айналысып жатыр. Ол өзінің қабілетін, мұғалімнің сілтеп берген нәрсесін әрмен қарай ашып жатыр ма, онымен жұмыстанып жатыр ма, ол жерінде бір кішкене болса да қалыс қалады. Егер де толыққанды баланың уақытын дұрыс жоспарлап, ата-ана оның дамуына көңілін бөлетін болса, жұмысты ата-ана, жаңағы бізге қиыншылық туғызып ата-ана да біздің серіктесіміз, біздің одақтасымыз болады деп. Енді мен бар ата-аналарға топырақ шашпаймын. Себебі ол ата-ана кешегі оқушы. Сондықтан да әртүрлі мектептің жағдайында әртүрлі ситуация болып жатады. Енді бірақ бір келісімге келеміз. Біздің де олардың да қалап отырғаны баланың жақсы азамат болғаны. Түп мақсат. Толық азамат болғаны. Сондықтан да енді өмірде кездеседі, жасырын емес ол. Рахмет. Жаңа енді айтып кеттіңіз, ата-аналар бізден білімнің сапасын талап етеді. Азима Зинатқызы, сөз жоқ, өзіңіз басқарып отырған мектептің нәтижелері өте мықты. Сондай мектептер бізде, Құдайға шүкір, облысымызда да, қаламызда да мақтанатын мектептеріміз бар. Бірақ дегенмен де қатардағы мектептеріміз де бар. Өкінішке орай, әлі күнге шейін жаңағыдай жалақы көбейтілсе де, қатаң талап қойылса да, репетиторлікті жалдау, баланы қосымша сондай математик болсын, ағылшын тілінен, мен мысалға деген өзім сұраныстарды қарап отырам, көбіне көп математика, ағылшын тілі, сосын жоғарғы сыныптарда жаңағыдай физика, химия бағыттарын репетиторлар жалдайды екен. Осы бағытта өзіңіздің ойыңызды білдіріп кетсеңіз. Енді мына репетиторға баратын ол жасырын емес. Қазірге енді жақсы бір үрдіс алды ғой. Кез келген салада елімізде мүмкіндік көп. Сондықтан да білім саласында қосымша оқу орталықтарын ашып отыр. Сан түрлі оның барлығы саласы бойынша. Жалпы енді бірінші айтайын деген баланың бәрі бірдей емес. Сосын енді оқу бағдарламасының да бір өзіндік бір қиыншылықтары болады. Сосын баланың қызығушылығы мен қабілеті басқаша болады. Және де кей жағдайда ата-ана балаға көп талап қояды. Жасырын емес. Бізде кей жағдайда баланың мүмкіндігін, қабілетін білмей, бізде бағдарламаны орындау керек, біздерде де талап қойылады. Сол стандарттың, сол бағдарламаның шеңберінен біздер шықпау керекпіз. Сондықтан да кейбір ондай тұстар болатын айта аламын енді. Енді ол үшін не жасау керек? Мысалы, қазіргі кезде оқу ағарту министрлігі білім беру ұйымдарына дербестік беріп жатыр. Яғни сол қызығушылыққа, қабілетке байланысты қосымша сағаттарды, ақылы қызметті көрсетуді мектептің базасында да ұйымдастыруға болады. Мысалы, сыныптың ішінде алып қарайтын болсаңыз, 25 бала отыру керекті, негізгі нормативке байланысты. Кей жағдайда 25-тен де артық бала отырады ғой. Сағаттың өзі 45 минут, оның ішінде стандарты бар, оның ішінде балалар әртүрлі. Кей жағдайда мұғалімдер сол балаларға байланысты деңгейлік саралап тапсырмаларын бермейді. Сондай жайттерде қалыс қалып қойған кезде репетиторге баруға тура келеді. Енді біздің сабақ берген кезде, жоспарлаған кезде бекіту деген бар. Кез келген білім, кез келген материал, ол бекітілу керек. Ол бекітіліп, сабақтың үстіне бекітілгеннен кейін, мысалы, аптасына 1 сағат болатын болса, келесі аптаға дейін ол ұмыт болып қалуы мүмкін. Сондықтан да ата-аналар үйден
кейбір бағдарламаларды білмегендіктен уақыттың жаңағы мына жоқ болуына байланысты өзінің сол бағыттау функциясын басқа кісіге де аударып жіберетін жайттары бар. Яғни, өзінен маған жеңілдеу болсын, не болса да ақшасын төлейін, репетитор қалған білмеген үйретсін деген бағытта деп тұрсыз. Ондай да бар. Ондай да бар. Сосын енді мына тілдік бағытта өздеріңіз білесіздер, енді жаһандану кезінде тілге де көп көңіл бөледі, ағылшын тілі, қазір түрік тілі шығып жатыр да, Қытай тіліне назар аударып жатыр. Сондықтан да сондай жаңағы тіл орталықтарына баратын оқушылар бар. Себебі біздер мысалы мектепте тек қана ағылшын тілі, шет тілі, ағылшын тілі ғана меңгертіледі. Сондай тұстары да бар. Рахмет. Енді жаңа айтып жатсыз, баланың қызығушылығы. Күні кеше бізде спикер ретінде, қонағымыз ретінде шақырып едік, театрдың режиссерін. Сол айтқан, егер біз қойылымда 30 секундтың ішінде баланың көңілін аулап үлгермесек, болды, онда бүкіл жаңағыдай үлкен команданың жұмысы текке кетеді. Ары қарай бала қарамайды деген сияқты. Олардың енді әдіс тәсілдері ғой. Сол сияқты сабақ беру процесінде де балаға қызығушылық, жаңағыдай мұғалімнің де бір өзіндік ерекшелігі болу керек. Енді сізге сұрақ қояйыншы, сіз мектеп жасында қай пәнді жақсы көрдіңіз, және ол пәнді өзіңіз сол пәнге қызығушылық танытқаннан жақсы көрдіңіз бе, әлде ұстаздың мәртебесі, жаңағыдай ұстаздың бір ерекшелігі үшін жақсы көрдіңіз бе? Жалпы менің мамандығым тарих пәні мұғалімі. Тарих пәнінің мамандығын, мұғалім мамандығын таңдауыма үлкен ықпал еткен бірінші кезекте ол менің ұстазым болды. Марқұм Нұрсұлу Иманқұлова деген Алмұразбаева атындағы орта мектепте Казталовка ауылында дәріс берді. Ол кісінің бірінші кезекте жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі, ұстамдылығы, сыртқы бет әлпеті мені өзіне баурап алды. Яғни сол арқылы пәнге деген қызығушылық менде болды. Сондықтан да осы ұстазымның үлгісінде мамандыққа да пәнге де келдім мен. Азима Зинатқызы, осыған дейінгі қоғамда орын алып отырған жаңағы өзекті мәселелерге міне біз жауап берген сияқтымыз. Егер біздің аудиториямызды, біздің эфирімізді қарап отырған әлеуметтік қолданушылар болсын, жалпы көрермендердің ішінде ұстаздар болса, соның ішінде жас ұстаздар болса, міне ең бастысы бала сіздің өзіңізден ұстаздан үлгі алып, және сабаққа деген қызығушылығы, махаббаты сізден оянуы мүмкін. Сондықтан да іске сәт, өз пәніңізге деген махаббатты өзіңіз оятуға тырысып көріңіздер. Бұл Азима Зинатқызы жаңа, мен ойлаймын, жақсы жауап бердіңіздер. Көп ұстаздарға, соның ішінде жас ұстаздарға бұл үлгі ретінде, өзіне бір талап ретінде алға қарай жұмыстанатын болады деп. Азима Зинатқызы, тағы бір сұрақ. Мен оқу бітіргеніме, мектеп бітіргеніме 20 жылға жуықтап қалды. Келесі жыл 20 жыл болады. Бізде былай еді. 5 оқушы жақсы үздік оқиды, жаңағыдай тағы да 4 оқушы, 7 оқушы 4-пен оқитындар, 3-пен 4-ті араластырып, сосын өмір сабаққа келмейтін, оқымайтын жаңағыдай сыныптастарымыз болды. Олар сыныптың артқы партасында үнемі жаңағыдай бір бөлінетін едік сыныбымыз. Қазір заман өзгерді, талап өзгеріп жатыр. Тәртіпсіз баламен, немесе сол бір стандартқа сыймайтын баламен жұмыста жас мұғалім деп айтайық, қазір біздің эфирімізді қарап отырған, ең басты қай нәрсеге көңіл бөлу керек? 1, 2, 3 деп атап бере аласыз ба? Енді тентек балалар дегенде әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Былай жалпы алып қараған кезде тентек болады, қандай балалар тентек болады? Махаббаты, ата-ананың махаббаты, оған деген көңіл аз, өзіне қарату үшін, әрекет ету үшін іс-әрекет жасайды. Ондай балаларды тентек емес, сен маған назар аудар, менде осындай нәрселер толғандырып тұр, соны шешуге ықпал ет, ойыңызды, пікіріңізді айтыңыз деп сондай сұранып тұратын оқушылар болады. Енді жас ұстаздар дегенде, мен ойлаймын, қазір жастар өте зерек, жасарашылықтар да бар. Сосын біз өмір сүріп жатқан біздің кезімізбен қазіргі жастар тезірек тіл табысатын сияқты.
бір толқында өмір сүріп жатыр олар. Былайша айтқан кезде кейбір жайттарға олардың көзқарасымен қарайды. Сондықтан да жас ұстаздарға кедергі болатындай жайт жоқ сияқты. Мүмкін жас ұстаздардың сабақты берудегі әдістемесіне көңіл толмаған кезде соған өзінің пікірін айтатын мүмкін. Жаңа сіз айтып отқан оқушылар, тентек деп айтып жатсыз ғой, оқушылар бар деп. Тентек емес, тәртіп бұзатын оқушылар болады, мектептің ережесін бұзатын болады. Енді тентектердің барлығы олармен жұмыс жасау, тіл табысу, бірінші кезекте ата-анамен бірге жүреді, өзіңіз де білесіз ғой. Сондықтан да кей жағдайда айтып жатады, мысалы енді өзіміздің тәжірибемізде тентек екен деп жүрген балаларымыз үлкен табысқа, жетістікке жүріп алдымызға келіп айтып жатқан кезде кей жағдайда өзінің айтқан сөзіңе ұялып қаласың. Сол кездегі айтқан, енді баланың көңілінде қалып қойған жайттар болады ғой, бірақ біздер айтамыз, енді айтып қана емес, сол әрекетті жасаған кезде жақсы болсын. Мына жасап отқан іс әрекетің дұрыс емес. Сен басқаша көзқараспен қараш, ойланыш, ата-ананың үлгісін, өмірдегі өзің құрметтейтін, үлгі ететін адамдардың мысалдарын айтамыз. Сондықтан да енді өмірде бәрі болады ғой, мектептің өмірінде де бәрі болады. Сондықтан да сол оқушыларымызда өмірде орын тауып жүрсе, озық болып, жаңағындай келіп өзінің жетістікке жеткенін айтып жатса, ол біз марқаямыз. Сондықтан да ол мектептің өмір заңдылығы, ондай ситуациялар. Яғни Азима Зинатқызы, сіздің жаңағыдай сіздің айтқаныңыздан түсінгенім, жазалау формасынан көрі тіл табысуды көбірек сақтауымыз қажет. Осы бағытта жұмыстанымыз қажет. Рахмет. Енді біздің дәстүрлі сұрағымыз, Азима Зинатқызы, біздің көрермендерге, тыңдаушыларымызға қандай 3 кітап оқуға кеңес берер едіңіз? Енді қазір оқу ағарту министрлігінің жаңағы тапсырмасы бойынша, жұмыс бағыты бойынша барлық білім беру ұйымдарында оқуға құштар жобасы іске асып келе жатыр. Соңғы жылдары қазақ классикасының, біздің отандық жазушылардың, ақындардың шығармалары, немесе әлемдік классиканың аудармалары мектептерге жетіп отыр. Сондықтан да барлық ата-ана тәрбиелеп отырған, қарап отырған көрермендерге айтарым, сол жобаның аясындағы берілген дізбелер бар. Кезінде біздер жұмыс жасаған кезде, тәжірибеден өтіп жатқан кезде оқуға тиісті 100 кітап ұсынып отырды. Оның ішінде қазақ, орыс, ағылшын деп. Енді мына уақыттың тапшылығына байланысты мен мына кітапты оқыдым, мына кітапты сізге ұсынам деп жалған айтқым келмейді. Бірақ енді дегенмен де классиктардың ішінде ол міндетті түрде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, міндетті түрде. Ілияс Есенберлин көшпенділері, міндетті түрде. Ұлы Абайдың қара сөздері, жалпы мына біздің тәрбие жұмысымызда Ұлы Абайдың толық адам қағидаты бейнесін шығарудағы біздер осы ойшылға жүгінеміз өзіміздің шығармаларымызда. Осы бағытта енді басқа да жас ерекшеліктеріне қарап отырса, мотивациялық бағыттағы психологияларды көп қарайды ғой. Сондықтан да әзірге осы шығармамен тоқталсам деймін. Рахмет. Күні кеше мынау жеке бала бақшасын, сол жұмысты іске асырып мемлекеттен қолдау тауып отырған біздің спикеріміз болды, қонағымыз. Ол да сіздің айтқан Абайдың жаңағыдай қара сөздерін оқуға кеңес беріп еді. Бізде өз жұмысымызда соны толық пайдаланамыз деп. Сондықтан да құрметті көрермендер, аталып кеткен шығармалардан өзіңізге
пайдалы нәрсені табатыны сөзсіз. Азима Зинатқызы, бүгінгі біздің шақыртуымызды қабыл етіп келгеніңізге үлкен рахмет. Білім саласында жететін жетістіктеріміз көп болсын. Қазіргі таңда біздер үлкен тарихи сәтке, кезеңге аяқ басып жатырмыз. Және президентіміз де атап өтіп жатыр. Қазір білім ой жарыстыратын заман деп. Сол додада жеңетін біздің оқушыларымыз көп болғай деп айтқым келеді. Рахмет. Рахмет сізге де. Достар, ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Бізден алшақ кетпеңіздер. Қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылап, сіздерге турасын айтуға тырысамыз.